Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда қазіргі кездегі танымал, нәзік, дәмді торттардың бірі молочная девочка тортының жасалу жолымен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Тортыңыз сәтті шығу үшін тек қана сапалы өнімдерді қолданғаныңыз жөн. Мен видеодағыдай сгущенканы қолданамын, 8,5%. Осы сгущенканың үстіне 4 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламын. Кейін осы қоспамыздың үстіне ерітілген немесе бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де біртіндеп ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу маңызды. Қопсытқыш қосып, араластырып алуды ұмытпаңыздар. Ұнды 2-ге бөліп, 3-ге бөліп асықпай араластырсаңыз, сіздің коржыңыз өте сәтті шығады. Миксердің көмегімен ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырып шығамыз. Осымен біздің корждың қамыры дайын. Дайын қамырды пергамент қағаздарына орналастырамыз. Пергамент қағаздарын алдын ала қиып дайындап, форманың көмегімен өзіме қажетті диаметрді сызып аламын. Бұл тортқа сапалы пергамент қағазы болғаны маңызды. Менде силиконизированный пергамент қағазы. Әр қайсысына шамамен 2-3 ас қасықтай қамыр кетеді. Қамырымызды видеода көрсетілгенде асықпай жан-жағына жеткізіп, жағып шығамыз. Осы рецепт бойынша бізде 10-12 корж шығуы қажет. Дайын болған корждарды қызып тұрған пешке 180 градусқа 7-8 минуттан пісіріп аламыз. Одан артық ұстамаңыздар, өйткені біздің корждарымыз күйіп кетуі мүмкін. Менің корждарым дайын. Силиконизированный пергамент қағазын қолданғандықтан еш жабыспай әдемі болып пісіп шықты. Біздің корждарымыздың жан-жағын тортымыз қисық болмас үшін дұрыстап алуымызға болады. Ол үшін осындай форманың көмегімен басып қисаңыз болады. Немесе пышақпен жан-жағын кесіп алсаңыз болады. Енді тортымыздың кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін әрине сап-салқын 33%-дан жоғары сливке қажет болады. Сливкені миксердің баяу жылдамдығымен асықпай миксерлеп бастаймыз. Кейін жаймен жылдамдығын көбейтеміз. Біздің сливкеміз әбден қоюланғанша миксерлейміз. Видеодағыдай қоп-қою болып шығуы қажет. Енді 20%-ық дүкен қаймағын қосамыз. Және де өздеріңіз білетін 8,5 сгущенка қосамын. Табиғи сгущенка болғаны маңызды. Арзан сгущенка қоссаңыздар, сіздің креміңіз шықпай қалуы мүмкін. Осы қоспамызды барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Осымен крем дайын болды. Өзінің формасын ұстайтын қоп-қою крем шығуы қажет. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Алдымен астына жылжып кетпес үшін аздап крем жағамыз.
Бірінші коржымызды орналастырамыз. Корждарымызды теріс қаратып орналастырғанымыз жақсы. Мен тортты арнайы формада жинақтаймын. Әр корждың үстіне шамамен менің қолымдағыдай лопаткамен 3 лопатка крем кетеді. Кремі көп болады деп уайымдамаңыздар. Бұл торт тұрған кезде кремі сіңіп, дәмді болып шығады. Осы реттілікпен барлық коржды жинақтап шығамыз. Тортты жинақтап болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Содан кейін ғана әсемдеуімізге болады. Егер сіз сыртын крем-чизбен қаптағыңыз келсе, 8 сағаттай тоңазытқышта тұруы қажет. Ал мен сыртын вафельные крошкамен қаптаймын. Вафельные крошки дайындау өте оңай. Жұмыртқаның ағуызы қажет болады. Ерітілген сары май, қант ұнтағы және де ұн қажет болады. Ұн мен қант ұнтағын міндетті түрде електен өткіземіз. Бұны миксердің көмегімен дайындауға болады. Менде миксерім бос болмағандықтан блендермен жасап аламын. Барлығын араластырған кезде бізде қоймалжың қамыр шығуы қажет. Енді осыны пергамент қағазына жұқалап жағып шығамыз. Барлығы тегіс жұқа болып жағылуы қажет. Қызып тұрған пешке 160 градусқа беті қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Бұл вафельные крошкиді кондитерлік дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Немесе үйден дайындау да оңай. Мінеки қызарып, қытырлақ болып дайын болды. Пергамент қағазынан оңай алынады. Қолымызбен барлығын ұсақтап шығамыз. Тортты тоңазытқыштан шығарып, сыртындағы формасынан шешеміз. Ол үшін алдымен пышақпен торттың айналасын бір жүгізіп шығамыз. Сол кезде формасы да оңай алынатын болады. Және де бір ескерте кететін жағдай, тортты жинаған кезде аздап крем алып қалуымыз қажет. Сол креммен мінекей бетін және де жан жағын тағы да бір тегістеп, креммен жағып шығамыз. Жаңағы өзіміз дайындаған вафельные крошкимен тортымды әсемдеймін. Алдымен жан жағынан бастап жабыстырғаныңыз жөн. Бетін түгел вафельные крошкимен жапсаңыз болады. Ал мен бетін ашық қалдырамын, өйткені шоколадпен бетіне әдемі етіп жазу жазамын. Осымен менің тортым дайын. Тортты дастарханға ұсынбас бұрын кемінде 6 сағат тоңазытқышта ұстағаныңыз жөн. Шынымен де өте дәмді, нәзік болып шықты. Сүттің дәмі шығып тұратын нағыз сүтті қыз торты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін.